Ал құрметті мынау автоэлектрик, автокөлік жөндеген жақсы көретін қауым. Бүгін сіздерді тағы бір құрылғымен таныстырғым келіп жатыр. Бұл жаңағы түтін генератор дейміз ғой, дымогенератор. Міне жақында алғам, қолданып жатырмын қазір. Өте тамаша. Бұл енді не үшін керек деген сауал туындауы мүмкін. Бұл неге керек біз үшін? Бұл құрылғының бір жақсы жері, қазір қанша дегенменен машиналардың көп жерінде жаңағы шлангілердің барлығы уақыт өте қатайып, сол жерден ауа соратын болады. Болмаса мынау инжекторларды білесіздер, сол инжектордың түбінен де сорады. Себебі инжектордың түбіндегі сальниктер бар, резина. Соларда көп ауыспағандықтан кәдімгі қатты болып қалады да, өзінің қасиетін жоғалтады, ұстап тұру жағы. Сол кезде сол жерден сорады. Оның бәрі бірақ бірден көріне бермейді көзге. Ондай жағдайда машинаның жүрісі мүлде қиындап кетеді. Машина сканерге салсаң бәрі дұрыс сияқты, бірақ машина бір орнында бір қалыпты жұмыс істемейді. Енді оны әрине сканер арқылы анықтай аламыз. Жаңағы коррекция дейміз ғой, жаңағы кислородный датчиктің коррекциясына қараған уақытта жаңағы оның краткосрочный дегені бар, сосын долгосрочный арқылы білуге болады. Егер воздух сорып ататын болса, жаңағы мафтың массовый жаңағы біздің ауаны есептейтін құрылғы бар ғой, маф. МРВ дейміз, датчик массового расхода воздуха дейді ғой, орысшалап. Сол құрылғының жанынан өтіп кеткен уақытта ол есепке алмайды ғой. Неден жаңа инжекторден сорылған, шлангының түбінен сорған ауаларды есептей алмайды да, біздің жағы двигательге көп мөлшерде не барады? Ауа барады. Ол есеп бойынша, өзінің есебі бойынша жаңа ДМРБ, датчик, массовый расход воздух дейміз. Ол компьютерге береді, сол өзінің есептеген мөлшеріндегі бензинді береді инжекторге. Ол аз болып келеді. Аз болғандықтан машина тұншыға бастайды. Газды басып жүрер кезде тұншығып өшіп қала бастайды. Осындай жағдайлар болады. Бұны енді бірақ коррекция жасайды. Кейінгі кездегі машиналардың бәрінде долгосрочный программаға енгізіп қойған, долгосрочный и жаңағы краткосрочный коррекция арқылы оларды істеп жатыр. Бірақ енді бәрі қалай болғанда да дұрыс емес. Егер мөлшер көбейіп кететін болса, оған да күш жетпей қалады. Программаның, компьютердің электронный блок управлениедегі істеген программаның күш жетпейді да, ошибка шығады, одан кейін барып бедный смес деген шығады. Аз ғой енді, жетіспейді ғой бензині. Осындай жағдай болады. Енді осыны бізге бір жақсы жері, мынау Қытайдан алдырдым, өте тамаша екен, міне кішкентай ғана. Енді бұған келетін болсақ, мұның ручкасы бар, ұстайтын ыңғайлы. Жоғары жағындағысы ашып, оған май құйылады. Бар болғаны 10 грамм, 20 грамм май құрамыз да, осы арқылы ары қарай тексере береміз. Тоққа тығып. Ал енді беткі бетіне келетін болсақ, беткі бетінде 12 вольтты қосқан уақытта, 12 вольтты мен қазір көрсетейін сіздерге. Менақта бар ғой менде. 12 вольтты қосқанымызда бетіндегі не жанады. Питание келген, тоқ келген жайында хабарлайды. Сол кезде мына Power деген питание ғой енді. Осы жанады. Қазір артынан көрсетейін, артында мынау 12 вольтқа арналған штекер ғой. Көрдіңіздер ме? Міне жанып тұр. Ал егер енді мынаны қоссам қазір, ол кезде жаңағы түтін шыға бастайды. Мынау арқылы, мына клапан арқылы біз түтіннің мөлшерін көп, аз жіберіп отырамыз машинаға. Ал енді артына келетін болсақ, артында айыр дейді, мынау воздух, бұған компрессорден воздух береміз. Воздух керек обязательно компрессорден. Екінші мынау шығатын output дейді, енді түтіннің шығатын жағы, жіберетін жағы. Бұл осылай жұмыс істейді енді.
Қазір бірінші танысып алайық. Ondan кейін машинаға қосып көрсетемін. Екінші, мына соның керекті жабдықтары. Мына груша дейміз ғой. Грушаны үрлеу арқылы жаңағы машинаның алдыңғы жағындағы патрубкаға мынаны тығып, осыдан мынау арқылы шығатын, түтін шығатын жаққа мынаны қосу арқылы, мына бүйтіп қосып қоямыз да, түтінді жібереміз, ішке қарай. Жаңағы үлкен патрубкадан да сол арқылы түтін барып, ар жақта өзі қандай нәрсе бар. Егер бір жерден жаңағындай тесіктер болса, жақсы қысылмаған жерден болса, өзі түтін шыға бастайды. Мынаны бүйтіп ажырата саламыз. Енді екіншісі бар, бұл ұзын шлангысы мынау. Ол да жалғанады. Бұны енді анау воздушный жағы елер бар ғой, жағы. Осында трубка жалғанған жерлерге арқылы, коллекторге жалғау арқылы оларды тексеруімізге болады. Мына блок питаниясы көргендей. Бұл енді бірден аккумуляторға жалғаймыз да, мына блок питания болмаса, прям аккумулятордан жалғап, соны тексере береміз. Қазір көрсетейін мен сіздерге. Мынаған жағы кішкентай май құйып қояйын. Май баршар, кеше тексерген машинаның болу керек. Бәрібір 10 граммдай мен қазір бұған май құяйын. Сіздердің көздеріңізше. Бұған Джонсон деген май бар ғой, балаларға жағатын. Осы май болады. Осы өте әдемі осы май. Бұның өзінің специальный жаңағы баронкасы бар, кішкентай ғана. Осы баронкасы арқылы құямыз осыған. Кішкентай баронкасы бар. Міне баронкасы бар. Қазір осыған міне ашты болайын, ашты метр ғой. Ашылмай атық ашайын.